Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тахаджуд намазы туралы болмақ. Аллах Тағала тахаджуд намазы туралы пайғамбарымызға бұйрығын айтатын болсақ, Аллах Тағала Исра сүресінде былай баяндайды. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Яғни, ей Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сен түнде оянып, яғни Құранмен өзіне тән нәпіл оқы деп. Және Раббының сен бір мақтаулы орынға жеткізуіне үміт етіледі деген. Яғни біздің өміріміздегі осы бана аяттың қорытындысына келетін болсақ, яғни біздің өміріміздегі ең маңызды амалдардың бірі ол тахаджуд намазы болып саналады деген. Келесі бір аяттарды келтіретін болсақ, яғни ол әрине тахаджуд намазы туралы аяттар көп, бірақ біз Әл-Имран сүресінде Истаизу биллах Құл ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттаби'уни юхбибикумуллах. Яғни Аллах Тағала бұлай бұйырады, яғни ей Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айт, кім егер мені жақсы көретін болса, онда саған ерісін деген. Яғни біз білуіміз қажет екен нәрсе, әрине бізде міндет болмаған нәрсе болса, бірақ біз өміріміздегі бір амалдың бірі етіп алуымыз керек, маңызды амалдың бірі. Яғни ол не? Тахаджуд намаз. Яғни әрине хадистерде келген деректерде Алла Тағаланың назарында, құзырында парыз амалдардан басқа ең ұнамды амал жоқ. Ол парыз намаздарынан жоғары амал жоқ деген. Бірақ сол парыз намаздардан кейін ең бірінші тахаджуд намазы ең абзал құлшылықтың бірі деген. Яғни ол құлшылықтардың абзалы көп, яғни Құран оқу, басқа бір зікірлер айту, бірақ тахаджуд намазында бір амалдардың бірі болып саналады. Яғни парыз намаздардан кейін ең абзал амалдардың бірі. Бұған қатысты тағы бір сахабалардың айтқандары бар, яғни пайғамбарымыздың бұйырған деректер көп, бірақ та пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде бұлай баяндаған, яғни тахаджуд намазында оқыңдар, өйткені ол сендердің қателеріңді жояды және күнә істерге не қылады? Олардан тыяды деген. Сонымен қатар тағы бір дәлелдерге сүйенетін болсақ, яғни адам баласы егер Алла Тағаланы жақсы көретіндігін білдіргісі келсе, онда тахаджуд намазға тұру керек екен. Яғни бұған қалай деген кезде адам баласы күндізгі немесе кешкі уақыттағы намаздарын, яғни бекітілген парыз намаздар, таң намазы болсын, бес намаз болсын, асыр намаз болсын, сол секілді бес уақыт намазын орындап жүруі оңай болуы мүмкін. Яғни ол бекітілген амалдар. Алайда бізге тахаджуд намазды не қылған? Нәпіл амал дегенді. Соларды әрине ол амалға, ол намазды оқу үшін тұру, түннің бір уағыны өз ұйқысын бұзып тұру, ол әрине үлкен сынақ, әрбір адам баласына ауыр тиетін нәрсе. Алайда сонша машақат болғанмен бірге, оның сауабымен мол. Сонымен қатар тахаджуд намазын уақытын айтатын болсақ, яғни түн 3-ке бөлетін болса, яғни соңғы 3-ші бөлігі деген. Яғни таң намаздан 1 сағат бұрын, немесе 1,5 сағат бұрын, тым болмаса жарты сағат бұрын тұрып оқу. Аллах Тағала баршамызға әрбір кешімізді түнгі намаздармен өткізуді нәсіп етсін.